Оқушылар, сіздермен Бекарыс ағай. Бүгін 9 класс 3 тоқсан геометрия бір жобасын талқылаймыз. Ене бірінші тапсырманы не берілген? Абысы үш бұрышында А бұрышы 50 градус, Б бұрышы 70 градус, С бұрышы 60 градус қылып берілген. Осы үш бұрыштың қабырғаларының ең ұзыны қайсысы, ең қысқасы қайсысын табу керек. Бізге мынандай теорема бар. Ең үлкен бұрышына ең үлкен қабырғасы сәйкес келеді. Демек бізде А бұрышы, Б бұрышы, С бұрышы. Бізде Б бұрышы ең үлкен бұрышы ғой, дұрыс па? Демек Б қабырғасы, яғни АС деген қабырға, яғни оған қарама-қарсы жатқан АС деген бізде қабырғасы ең үлкені. Ең кішісі бізде қай бұрыш? Ең кішісі бізде А бұрышы, бізде ең кіші бұрыш. Келісеміз ғой? Өйткені 50 градус қой. Значит, А қабырғасы бізде ең үлкен болады. А қабырғасы қайсысы бізде? Яғни сол бұрышқа қарама-қарсы шыққан қабырға соның қабырғасы болып табылады. Яғни БС қабырғасы бізде ең кіші қабырға. Түсінікті ма? Еске сала кетейік. А бұрышына қарама-қарсы шыққан қабырға, БС деген қабырға, значит бізде А қабырғасы. Б бұрышына қарама-қарсы шыққан қабырға, ол Б қабырғасы. С бұрышына қарама-қарсы шыққан, ол С қабырғасы. Яғни бізде белгіленіп кетейік. Бұрыш А, ол кейде альфа бұрыш деп беріледі. Бұрыш Б бізде ол бета бұрыш деп беріледі. Бұрыш С бізде гамма бұрыш ретінде беріледі. Енді қабырғаларды айта кететін болсақ, АБ деген қай қабырға бізде? АБ деген С бұрышына қарама-қарсы жатыр. Значит, ол бізде С қабырғасы. АС деген қай қабырға бізде? АС деген ол бізде Б қабырғасы. Одан кейін қай қабырға болды? Бізде БС деген қабырға. БС деген қай қабырға бізде? Қабырға, БС. Б мен С қосылып тұр. Значит, сол қабырға болып табылады. Ол А бұрышына қарама-қарсы шыққан, ол А қабырғасы болып табылады екен. Осыны жаттап алыңдар. Келесі. Екінші есепте АБС үш бұрышының қабырғасы және екі бұрышы берілген, оның үшінші бұрышымен қалған екі қабырғасын есептеңдер дейді. Бірінші үш бұрышты алайық. Кішкентай қылсам, А, Б, С дейді. Бізде БС берілген. БС 5 сантиметр. Бұл сантиметр қабырға, Б бұрышы 30 градус дейді. Значит, не жерде бұрыш, 30 градус. С бұрышы 45 градус дейді. 45 градус. Енді берілген жазып көрейік. Берілген. БС деген қай қабырға бізде? А қабырғасы. А қабырғасы 5-ке тең. Келесі. Б бұрышы 30 градусқа тең. С бұрышы 45 градусқа тең. Табу керек нені? Қалған бұрыш дейді. Бізде Б бұрыш бар, С бұрыш бар, сәйкесінше А бұрыш жоқ. Қалған екі қабырғасы дейді. Бізде, значит, А бар, Б қабырғасы жоқ, және С қабырғасы жоқ. Яғни бізде үш бұрыштың 6 элементі бар, үш бұрыш бар, және үш қабырғасы бар, келістік. Так, енді бұрыш А, бұрыш Б, бұрыш С барлығы қаншаға тең болады? 180 градусқа тең болады. Енді бізде бұрыш А бар ма? Жоқ. Бұрыш А деп жаза берейік. Қосу, бұрыш Б бар ма? Бұрыш Б 30 градусқа тең. Қосу 45 градус, бұрыш С бізде 45 градусқа тең. 180-ге теңестіре аламыз. Бұрыш А қосу 30-ға 45 қосса қанша? 75 градус тең 180. Демек, осы теңдеуден шығарсақ, яғни қаншаға біз 75-ті қосақ 180 шығады. Значит, бұрыш А бізде қанша болады? 105 градус болады. Шынымен де 105-ке 75-ті қоссақ 180 шығатыны мәлім. Енді бізде А бұрышы бар, А қабырғасы бар,
яғни біз синустар теоремасын қолданамыз. Значит, а бөлінген синус а тең б бөлінген синус б. Бізде а бар, бұрыш а бар, б қабырғасы жоқ, б бұрышы бар, иә? Осы жерден б қабырғасын табайық. Ол үшін крестик әдісі пропорцияның қасиеті бойынша бізде б белгісіз ғой, значит екі қарама қарсыға көбейеді. А көбейту синус бета бөлінген синус а. Осыны шығаратын болсақ, сразу орнына қоюға асықпаймыз. Аны жазамыз 5 деп. Көбейту синус қанша градус бізде? 30 градус. Синус а дейді. Бұрыш а деген бізде қанша градус? 105 градус шықты ғой, 105 градус деп жазамыз. Басынан қайталап айтамын. Есепті шығарған кезде мүлдем асығысудың қажеті жоқ. Значит, 5 көбейту синус 30 градустың мәні бізде 2-ден 1. Астында синус 105 градусты енді бұны калькулятормен есептеу керек. Сінде де калькулятор бар. Сол үшін калькулятор есептеуге болады. Мысалы, бізде синус 105 градус. Так, басынан. Так, 105 деп жазып алайын. И оның синусын тауып алайын. 0,96 деген шықты. Енді калькулятормен есептесінде сінде осындай мән шығады. 0,96 деп. Демек, 5-2 өзі қанша? 2,5 болады. Оны қанша бөлеміз? 0,96. Яғни бұны сендер калькулятормен есептеу керек. Значит, сендер 2,5-ті 0,96-ға бөлсеңдер калькулятормен, бізде оның мәні 2,6 сантиметр болады. Келесі бізде б бар. Уже ада бар. Енді қай қабырға жоқ? Әрине, с қабырғасы жоқ. Басынан синус теоремасын жазып, а бөлінген синус а тең болады с бөлінген синус с болады. А бұрышы болса, а қабырғасы болса, астында синус а болады. С бұрышы болса, астында синус с болады. Б бұрышы болса, астында синус б болады. Естеріңде болсын. Так, бұл жерден а бар бізде, а қабырғасы бар. А бұрышы бар етак бізде. С бұрышы тоже бар. Енді с қабырғасы белгісіз, иә? Оны тоже крестик әдісімен шығарамыз. Значит, крестиктер бірмен көбейеді. С теңдеп жазылайын. А көбейту синус с, иә? Дұрыс па? Бірмен көбейеді. И мына бір крестикте с-нікі белгісіз, біреу ғана белгісіз. Значит, синус астына бөлінеді. Так, орнына қойып шығайық. Бізде а қаншаға тең? 5 көбейту синус с бұрышы бізде қанша градусқа тең? Басында 45 градус, иә? 45 градус. Астында синус 105 градус. Енді асықпай орнына қойып, 5 көбейту төбірасты 2 бөлінген 2 болады, иә? 45 градус мәні. Астында жаңа синус 105 градус мәні қанша шығады бізде? 0,96 шықты, иә? Калькулятормен есептеген кезде. Енді осыны жарайық. 5 төбірасты 2 болады. Мына 2 астына көбейтіп кетеді. Бөлшектің қасиеті бойынша 0,96-ны 2 көбейтсек, бізде так 0,96 көбейту 2 деп жаза берейік. Сонда 5-ке төбірасты 2-ні көбейтейік. Значит, примерно 7 шығады. Жоқтағанда 7. 0,96-ны 2-ке көбейтейік.
1,92 шығады. Енді 7-ні осы санға бөлеміз. Өйткені 7 бөлінген 1,92 ғой. 7 бөлу 1,92. 3-те 64 деген сан шығады екен. 3-те 64 деген сан шығады. Демек, біз жауабын жазайық енді. Бізде жаңа қайсы белгісі еді? Бірінші А бұрышы. А бұрышы қанша градусқа тең болды бізде? 105 градус. Келесі, қай қабырға белгісіз? Б қабырғасы белгісіз болды. Б қабырғасы нешеге тең бізде? 2-де 6 сантиметр. С қабырғасы бізде қаншаға тең болды? С қабырғасы белгісіз болды басында. Ол 3-де 64 сантиметр. Басынан қайталап айтам. Бізде бұрыштар бұрыш ретінде беріледі, ал қабырғалар өзінің өлшемдерімен. Сантиметр, метр, сондай сияқты. Так, келесі есепке шолу. Үшінші есеп. Бізде абысы үш бұрышында абы 4 сантиметр, С бұрышы 30, Б бұрышы 45 дейді. Енді осыны жарайық. Так, үш бұрышы қайттан. А, Б, С. АБ қабырғасы бізде 4 сантиметр. С бұрышы 30 градус. Б бұрышы бізде 45 градус. Бізде асы қабырғасының ұзындығын есептеңдер дейді. Басынан белгені жазайық. Белгені. АБ деген қай қабырға бізде? Әрине, С бұрышына қарама-қайшы еді. С қабырғасы С тең 4 сантиметр. Бұрыш С 30 градус деп беріп тұр. Бұрыш Б 45 градус. Енді бізге нені табу керек деп тұр? Асы қабырғасы дейді. Асы деген қай қабырға бізде? Әрине, ол Б қабырғасы. Значит, Б қабырғасы бізде белгісіз. Яғни бізде С қабырғасы бар. С бұрышы бар. Значит, қай теореманы қолданамыз? Синустар теоремасы. Яғни бізде Б қабырғасын табу керек қой. Демек, бізде бұрыш Б бар, е? Б бөлінген синус бета тең С бөлінген синус С. Неге мен именно С бөлінген синусын алдым? Себебі С қабырғасы да бар, С бұрышы да бар. Құрметті оқушылар. Енді осы жерден бізде Б бұрышы бар, С бұрышы бар, С қабырғасы бар, значит, Б қабырғасын табамыз. Тағы да өзіміздің классификациямен. Б тең. Демек, орнына қойық. Классификация. Қай классификтер бізде көбейеді? Яғни белгісіздің қарама-қарсы С көбейту синус бета. Астында бізде Б қабырғасына қарама-қарсы белгісіз, ол синус С бұрышы. Так, С-ны табайық. С бізде 4-ке тең. Көбейту синус бета бұрышы қаншаға тең бізде? 45 градус. Астында синус С дейді. Синус қанша градус бізде? 30 градус. Асықпай мәндерін қойып шығайық. 4 көбейту түбірасы 2 бөлінген 2. 2-ден 1 болады. Енді бөлшектің қасиеті бойынша, так, мына 2 мен мына 4 қысқарады. Мына жерде 2 қалады, мына жерде 1 қалады, оны білесіңдер. Значит, 2 түбірасы 2, астында 2-ден 1 шықты. 2 бөлшектің қасиеті бойынша ол жоғарыға қарай көбейтіледі. Значит, 2 түбірасы 2 көбейту 2, астында 1 қалды. Енді бұл жерде түбір мен сан көбейтілмейді. Сан мен сан көбейеді. Значит, 4 түбірасты 2 деген сан шығады. Астында 1, неважно, бізге қажет емес. Значит, жауабы Б қабырғасы қанша? 4 түбірасты 2. Немесе Б қабырғасы тең бізде қайсысы? Ол асы. Бастапқы берілген. Значит, асы бізде 4 түбірасты 2-ке тең. Мұнаны оқып алыңдар қайттан. А бұрышына қарама-қайшы жатқан ол А қабырғасы. Демек, А қабырғасы бізде қайсысы? Б-сы. Б
Б бұрышына қарама шыққан ол Б қабырғасы, ол Б қабырғасы дегеніміз бізде АС қабырғасы. БС қабырғасы деген, АБ қабырғасы деген бізде ол С бұрышына қарама шықты. Сол үшін ол С қабырғасы болады. Так, келесі төртінші есепке шолу. АБС үшбұрышы берілген. Бұл жерде не берілген? Так, АБ 10 дейді. АБ 10 сантиметр, БС 7 сантиметр, АС 9 сантиметр. Демек, келесі есептерге шолу жасайық. Демек, бізде АБС бұрышын есептенеді дейді. Значит, бізде АБ деген қай қабырға бізде? С қабырғасы. 10-ға тең берілген, С қабырғасы 10-ға тең. Одан кейін БС дейді. БС деген бізде А қабырғасы, А қабырғасы 7-ге тең. Одан кейін Б қабырғасы қаншаға тең? 9-ға тең. Кейін АС деп тұр ғой. Ол Б бұрышына қарамақшыdır. Так, табу керек нені? АБС бұрыштан есептендіреді. Яғни бұрыш А белгісіз, бұрыш Б белгісіз, бұрыш С тоже белгісіз. Енді ары қарай есептейік. Бұл жерде үш қабырғасы берілсе, алдында сабақтарда айтқандай, үш қабырғасы берілсе, біз косинус теоремасын қолданамыз. Яғни бірінші косинус А-ның формасын қарастырайық. Формасындай Б квадрат қосу С квадрат азайту А квадрат астында 2 бас. Орнына қойайық. Бізде Б қаншаға тең? 9-ға тең ғой, 9-ның квадраты жазамыз. Қосу С қаншаға тең? 10-ға тең. Значит, 10-ның квадраты. Бізде азайту, азайту А-ның квадраты. А қаншаға тең? 7-ның квадраты. Астында 2 көбейту. Б қаншаға тең бізде? 9-ға тең. С қаншаға тең бізде? 10-ға тең. Асықпай есептейік. 9-ның квадраты қанша? 81. Қосу 10-ның квадраты 100. Азайту 49. Астында 2 көбейту 9 көбейту 10 деп тұра берсін. Бұны арғы есептесек 132 шығады екен. Ана жақтан 2 көбейту 9 көбейту 10 деген тұра берсін. Так, 132 мен 2 қысқарады. Бізде бірге тең 132 көбесек 66. 66 мен 9 қысқарады 3-ке. 22 қалады. 9 3-ке бөлсең, әрине ол 3 қалады. Так, арғай 22 мен 3 қысқармайды. Значит, 10 қысқарады. 22 мен 10 қысқартамыз. 11 қалады. Мына жақта 5 қалады. 2 қысқартсақ. Значит, бізде не қалды? Косинус Ада. Үстінде 11 қалды бізде. Астында 1 бар. 1 жазбай қойсақ болады. 3 көбейту 5 бар. Значит, 11 бөлінген 15. Енді бұны 11 бөлінген 15 бізде оны есептеудің қажеті жоқ. Ары қарай енді аламыз косинус Б-ны табайық. Оның алдында формасын көрсеттім. Яғни формаға қою қиын емес. Бұл форманы жаттау да қиын емес. А квадрат қосу С квадрат азайту Б квадрат астында 2АС. Яғни қай бұрышты тауып жатырық, соның бұрышы азайып отырады. Мысалы, косинус Ада А квадрат азайды ғой. Косинус Б-да уже Б квадрат азаяды. Орнына қойайық. А қаншаға тең бізде? 7-ге тең. Яғни 7-ның квадраты жазамыз. Дұрыс па? А-ның квадраты ғой. Плюс С-ның квадраты. С бізде 10. Значит, 10-ның квадраты деп жазайық. Азайту Б қаншаға тең? 9-ның квадраты. Астында 2 көбейту 7 көбейту 10 деп жазсайық. 7-ның квадраты бізде 49. Қосу 10-ның квадраты 100. Азайту 81. Астында тұра берсін. Бұны қысқартуға. Так, есептесек 68 шықты. Астында 2 көбейту 7 көбейту 10 бар екен. 68 мен 2-ні сразу қысқартып жіберейік. 1 қалады. 68 2 бөлсек қанша болады бізде? 34 қалады. 34 пен 10 қысқарады 2-ге, 2-ге бөлінеді жұп сандар ғой. Себебі
34 2 бөлсек бізде 17 шығады. 10-ды 2 бөлсек бізде қанша шығады? 5 шығады. Значит, не қалды бізде? Косинус b-да үстінде 17 қалды. Астында бір жазуын қажет жоқ. Жеті дұрыс көрмей қалды. Бір жазуын қажет жоқ. 7 мен 5 бар, 7 көбейту 5. 17 астында 35 деген сан шығады екен. Келесі косинус сын табайық. Енді формуласын өзгертейік. Қай бұрыш тауып атсақ, сол азаяды. Значит, а квадрат қосу б квадрат азайту с квадрат. Астында 2аб. Енді есептейік. А квадрат бізде а деген бізде 7-нің квадраты, қосу б деген бізде 9-нің квадраты, азайту с квадрат бізде 10-нің квадраты. Астында 2 көбейту 7 көбейту 9. Яғни 49 қосу 81 азайту 100. Астында 2 көбейту 7 көбейту 9 тұра берсін. Так, 49-ға 81-ді қоссақ бізде 130, 130-дан 100 азайсақ бізде 30 шығады. 30 астында 2 көбейту 7 көбейту 9 бар. Так, 30 бен 9 3-ке бөлінеді, 2-де 3 шығады. 33-ке бөлсек 10 болады. 10 мен 2 тағы қысқарады. 2-ні 2 бөлсек 1 болады, 10-ды 2 бөлсек 5 болады. Сонда біз не қалды? Косинус с-да бізде не қалды төбесінде? 5 қалды. Астында 7 көбейту 3. Значит, 5 бөлінген 21 қалады екен. Міне осы барлық есептер. Яғни бұл жерде 3 қабырғасы берілсе, біз косинус теоремасына жүгінеміз. Есептер түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтарың болса, комментарий жазып